Наурыз мейрамы құтты болсын деп тілеймін. Aynalayın ağayın, toyga saldı keliniz, akılasın diyetke, köpün birge yeniniz. Ama imasına, ayda gidip parasını. Mutlu dede. Ұлы күні болса, маңғыстаулықтар үшін амал мерекесінен бастау алады. Амал келді, жол келді, әз Наурыз келді. Жүріңдер, ауыл келдер деп көрісіп қайтайық. Я, жүріңдер, амал келді. Жерлерге көндіреді жылуынан, еріп қара ақпанның келіп сәні мақтардың гүлдереді сұлуынан. қалауымен сіздің ауылыңызға құда кесір жасауға келіп отырмыз. Ақтан алып отырмыздар. Елім бұл тойсыз таң атпайтын, ата енесін ардақтап. Қанеке, бесікке салуды бастайық. Аны неге бесікке салатын болдыңыздар? Ертеде жоңғар шапқыншылығы қадірменді әйеліне тапсырылады деген ырым әдейі жасалынған тесік. Бұл тесік балаға таза. Шытырмадан алыңдар. Ал балам, шытырма. Ал. Бір-бірлеп асықпай ала берің, бәріңе жететіңдер, алыңдар. Молынан olsun барлығына осындай. Мойнымдағы тұмарым, тарқан айдым тұмарым, тағдыр берген алсын деп, ақ бесікке салсын деп, мойнымдағы маржаным, қорадағы мал жаным, бесігіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой, балам жатсын бесікке, тәнесі қалсын есікте, бесіктен шешіп аларда, анасы шешіп алсын, ұйқысы бесікте қалсын, балам бесіктен шықсын, пәлесі есіктен шықсын. Бесік баланың ұйқысын күзетіп қана қоймайды. Оны халық сенімі бойынша жын шайтаннан да қорғайды. Сол үшін де халқымыз бесікті 7 затпен жабдықтаған. Олар көрпе, қамшы, жүген, шапан, тон, кебенек, шекпен. Баланы әр уақытта қорғап жүрсін деп, ата-бабадан қалған сырт киім, ел тізгінін ұстар азаматы болсын деп, аттың тізгінін, ел арасында айбынды болсын деп, қамшы қояды. Ал Жамал, мынау сенің сыйың. Батаны да ауылдың. Алақандарыңды жайыңдар кесірді балам тұсауың биік болсын шаның. Әрқашанда талмасын, әрқашан елдің сыйлы азаматы бол. Еліміздің сүйекке сүйер азаматы бол. Ал
тау бесінген ұлымыздың болашағы шықсын болсын, ел азаматы болсын.